Біз уже бірнеше сағат болды, далада жүрміз. Намаздың уақыты кеп қалды. Қазір мен мына суға барып, дәрет алам. Сосын сіздерге еще сол судан қазір өте көп сұрақтар келеді маған. Мен там постоянно дәрет алып жүріп, простатама суық тигізіп алдым деген сияқты сұрақтармен көп хабарласады маған. Сол бойынша сіздерге мен қазір түсіндірем. Бұл судан простатит болып қалуымыз мүмкін ба, или бұл судың простатитке қатысы жоқ па? Кеттік. Негізі, мына су, ол бұлақтан келген су өте мұздай болады. Тем более қазір бізде әлі жаз емес, жаз кезінде еще ол қатты білінбейді. Қазір жаз емес, әлі күн салқындау. Сол үшін бұл су негізі қатты мұздай болады. Бірақ бұл судан дәрет алу біздің простатитке алып келе ма, алып келмей ма? Анау үйден дәрет алып, мысалы, шығып кеткен жігіттердің көбісі айтып жатады ғой, дәрет алып, соны дұрыс құрғатпай шығып кеттім деген. Ол су бізге простатитке алып келе ма? Вот сол бойынша түсіндіріп беремін. Қазір мен бірінші дәрет алып алайын, сосын сіздерге шыққаннан кейін түсіндіріп беретін боламын. Суық кәдімгідей. Қараңыздаршы, қандай мөлдір, тап-таза. Бұл суды смело іше берсе болады негізі. Анау кейбіреулер айтуы мүмкін, жоғары жақта не істеп жатқанын қайдан білесің деп. Бірақ бұл су, мынау тастарға ұрылып, ары-бері, ол природный фильтр ғой. Бұл су бұл жаққа келген кезде тап-таза болады. Ағын судың арамы жоқ деген. Осы, бұл анау тастарға ұрылып, мынау керек емес ана жақтағы жасалынған сырттан, жоғары жақтан тасталынған мусорлар, ол бұл жаққа келмейді ол үшін. Бұл жаққа жетем дегенше уже тап-таза болып кетеді су. Бисмилля, мынатын. Қолдан өтіп бара жатыр. Мұздай. Қараңыздар, менде мынандай отек болып тұр. Мынандай отектар негізі онда отектар болмау керек. Максимум жүрген жерде максимум пайдалы ақпараттар беруге тырысып жатырмыз. Каждый көріп қалған нәрселердің бәрін ұмыт кетпей сіздерге айтып жіберуге тырысып жатырмын. Өйткені ол отектардың өздері бізге сигнал. Яғни, значит, біз ішкен суымызды дұрыс сыртқа шығарып жатқан жоқпыз деген сөз. Мешіт коневой неге клеткалардың, жасушалардың орталарына жиналып жатыр деген сөз жеткіз. Неге осылай жиналып жатыр? Себебі біз көп қимылдаған жоқпыз деген сөз. Бүгін көп отырып қалдық деген сөз. Байқасаңыздар, ұзақ жолға шыққан кезде, көп отырған кезде осылай аяқ сып кетеді ғой. Значит, біз ішкен суымызды сыртқа до конца шығарған жоқпыз деген сөз. Енді қараңыздар, мен не істедім? Мен аяғымды құрғатқан жоқпын. Нәскиімді алып, сразу киіп атырмын. Нәскиімді киіп алдым сразу. Нәскиім су болды. Тура солай. Мен егер қазір жаңағы нені ішкі дәретімді де тура солай алған болсам, и күн суық болатын болса, онда күн суық болып далада қыста болатын болса, мен іш дәретімді алдым. Тура осылай нәскиімді қазір құрғатпай сыртына киіп алдым ғой. Сол сияқты іш дәретімді де тура солай киіп алатын болсам, онда маған суық тиеді. И мен простатитта, неше түрлі иттардың бәрін заработаю. Ал егер мен, мысалы, қазір жудым аяғымды, қанша мұздай болсын, қанша қыс болсын, аяғымды құрғатып алып, киімді құрғақ күйінде киетін болсам, мен денсаулығыма ешқандай проблема болмайды. Ол аз уақытта маған әсер еткен жаңағы суық, ол мені наоборот шынықтандырады. Иммунитет сонымен күрес бастайды. Ал егер ол ұзақ уақыт воздействие болатын болса, мен денсаулығыма, мен мысалы суықтай киіп алдым, и далада 2-3 сағат жүретін болсам, маған ол суық өте қатты мен өтіп кетеді, и иммунитет онымен уже справляться ете алмай қалады. Түсіндіңіздер ме? Сол үшін дәретті мұндай мұздай суға алу қатты проблема емес. Дәрет алып алғаннан кейін біздің киімімізді қаншалықты құрғатып,
құрғатпай киіп алу ол проблема.